Қайырлы күн қыздар. Мен бүгін сіздерге өте керемет дәмді, ерекше корица қосылған печеньелердің рецептісін ұсынбақпын. Ол үшін алдымен таза құрғақ ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды салып аламыз. Одан соң оған шым-шым тұз және бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап қолымызбен крошка қамыр жасаймыз. Май міндетті түрде бөлме температурасындағы болу керек. Бұдан кейін оны ала тұрып, ыдысымызға айранымызды құйып, оған 3 ас қасық қантымызды салып, содан соң жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы дайын болған массаны алдыңғы крошкалы қамырымызға салып, жақсылап қамыр илейміз. Қазір осыны жақсылап біріктіріп, қамыр илеп дайындаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қамыр қаттылау болып иленді. Енді осыны әрқайсысын жеке-жеке төртке бөліп аламыз. Таза ыдысымызға 3 ас қасық қантымызды және де 1 ас қасық корицаны салып, араластырып дайындап қоямыз. Енді осы дайын болған қамырымызды әрқайсысын осылай жеке-жеке жұқа етіп жайып аламыз. Неғұрлым жұқа жайсаңыз, печеньеңіз соғұрлым қытырлақ болып, жақсы болып шығады. Жайылған қамырымыздың арасына корицалы қант қосылған ұнтағымызды сеуіп, қолымызбен жазып шығамыз. Міне бізде осындай болды. Енді осыны неғұрлым тығыз етіп орап шығамыз. Бостау болса, арасындағы корица мен қантымыз шашылып кетуі мүмкін, сондықтан да неғұрлым қолымызбен тығыз етіп ораймыз. Енді осының қосылған жерін қолымызбен осылай бекітіп шығатын боламыз. Міне дайын болған рулетімізді осындай етіп кесіп шығамыз. Міне бізде осындай печеньелер дайын болды. Пергамент қағаз төселген листқа салып, 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Дайын болған печеньелеріміздің бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер, өте әдемі көрінеді. Көріп тұрғандарыңыздай печенье өте әдемі, үстелге қоюға керемет үйлесімді болып келеді. Ас болсын барлықтарыңызға жасап көріңіздер.